Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ботаникалық саябаққа азнаулақ саяхат жасағым келіп тұр. Казгудың жатақханасында 4 жыл тұрсам да, жалпы бұл универде 6 жыл оқысам да, бүгін бірінші рет келуім. Сол үшін бүгін жөндеуден өткен жаңарған саябақты бір-ақ көремін. Айтпақшы, Казгудың қатысы қанша дейсіз бе? Екеуін ажыратып тұратын тек бір қақпа ғана болатын. Яғни, мен тереземді ашып қалғанымда осы ботаникалық саябақтың торғайларының дыбысын естіп, талдарына қарап армандайтынмын. Студенттік өмір-ай. Жарайды, қайтып ботаникалық саябаққа керек. Маған билет алып қойыпты. Билеті адам басына 500 теңге екен. Кіре салысымен сүйікті Алатау тауларымыз көрініп тұр. Отыратын, тамақ ішетін орны да бар екен. Тауға қарап, тамсанып тамақтануға да болады. Ары қарай тоғандар тұр. Бұл тоғандардың орнында бұрын гүлдер өсіпті. Тіпті лотос та бар екен. Қызық, шын лотос па екен? Ал мына жерде қызықсыз талдардан жалыққан балалар өздеріне ермек тауып алған сияқты. Енді карантинде ойын орталықтары жабық, осындай фонтандар балаларға бір мейрам болды. Ары қарай жүре берсеңіз, тағы бір тоғанды көресіздер. Адамдардың сторисінен көріп едім. Аққулар жүзіп жүретін жер осы екен ғой. Үйректер мен аққулар қосылып отырып алыпты. Күттік, қашан жүзеді екен деп. Сол күйі жүзгенін көре алмай кеттік. Жарайды, ары қарай келдік. Қайда барамыз енді? Қарағайлы жөке аллеясын көрейік. Вау!
ертегідегі жерлерге ұқсап кетті. Түнде де әдемі болатын сияқты. Шамдар орнатыпты. Айтпақшы, суретке түсіп алайық. Инстаграмға да бір нәрсе салу керек. Ал мына нәрсе не нәрсе екен? Жанымдағы адамдардың айтуынша бұл жерде аралар тұрады. Ал мына қоршалған жер бақша. Шынымды айтсам, не өсіп тұрғаны байқамадым. Бірақ та үйдің бақшасына қатты ұқсайды екен. Бір аққу қайтарымызда бізді қуантамын деп шешкен сияқты. Жүзген аққуды да көрдік бүгін. Жүзген балықтарды да көрдік. Ал қайтарда мынандай әдемілікті көрдік. Шығарда осы сияқты әдемі гүлдер тұр екен. Тамсанамын деп, бұлар сатыла ма, жай тұр ма, жөнін сұрауды да ұмытып кетіппін. Осымен біздің саяхатымыз тәмамдалды. Жалпы жақсы демалып қайттық. Бармасаңыздар, сіздерге де келуге кеңес беремін. Қош, сау болыңыздар, амандықта жүздесейік.